Мен Түркістан облысы Шардара ауданы Жошының Бетен 10-шы А сынып оқушысы Бедебай Майя. Менің бүгінгі сіздерге түсіндіретін жобам менің кәсібім, менің бизнесім, бизнес жобасы. Жалпы жобаның мақсаты болашақта сұранысқа ие болатын мамандықпен таныстыру және оның міндеттерімен таныстыру, мамандықтың өзектілігін анықтау, оның не себепті ерекше екенін талқылау, мамандықтың артықшылықтары мен қауіп-қатерін анықтау және де позицияны қорытындылау. Жалпы мен өзім шағалы Шардара мекенінен болғандықтан бізде балық өнеркәсібі даму үстінде. Соған қоса осы гидропоника, яғни өсімдік өсіру өнеркәсібін дамыта түсетін болсақ, қаламыз одан сайын көгереді әрі көркейеді дегенмен осы аквапоника әдісіне қызығушылық танытып, зерттеуді ұйғардым. Жалпы аквапоника әдісі аквамәдениет пен гидропониканың біріктірілген жоғары технологиясы болып табылады. Мен жұмысымды өзекті деп санаймын. Өйткені өсімдік өсіру мен аквариумдегі балықтарды өсіруді бірге бақылағаннан бөлек, бұл кәсіп химиялық заттарды пайдаланбай, егістік пен көлдерге қарағанда аз күтімді талап ететін тиімді ауыл шаруашылық түрі болып табылады. Және де таңдалғандардың өзектілігі бүгінгі таңда аквапоника өндіріс технологиясы мен ғылыми зерттеулер тұрғысынан ең перспективалды бағыт болып табылады. Яғни бұл бағыт болашақта ауыл болашағының дамуына тікелей әсерін тигізеді. Себебі бұл өндіріс процесінде химиялық тыңайтқыштар қолданылмайды. Оның орнына химизация, яғни өңдеу, тазарту жұмыстары табиғи түрде тұйық циклде орын алатын болады. Бұл мамандық не себепті ерекше? Жалпы бұл мамандық аквапоника әдісі тірі организмдердің үш түріндегі негізгі болып табылатын жасанды экожүйе, яғни өсімдіктер және де су жануарлары және де бактериялар. Жалпы бұл мамандық технологиясы таза болып келеді, экологиялық таза болып келеді. Және де ол балық пен өсімдік принциптеріне қарай жұмыс істейді. Яғни балықтардан шыққан қалдықтар мен өсімдіктер қоректенсе, ал өсімдіктер суды тазалап отырады. Жалпы бұл балықтар өздеріне улы деген заттарды суға шығарып тастайды. Яғни оның ішінде фосфор қышқылы, көмір қышқылы газы және де азот, калий болып табылады. Ал бұл заттардың суда жиналуы жабық өнеркәсіптік аквакультурада да қарапайым аквариумде де өте маңызды болып табылады. Жалпы дәл осындай заттар гидропоникада өте қажет, және олар өсімдіктерге қоректі ерітінділер жасау үшін суға қосылады. Ал аквапоникада бұл мәселе өздігінен шешіледі. Яғни балықтардан шыққан қалдықтар мен өсімдіктер мен бактериялар қоректенетін болады. Жалпы артықшылықтарына келетін болсақ, біріншісі өнімділік гидропоника өсірудің жоғары болып келеді. Екіншісі кез келген түрдегі қалдықтық қосым жоқ. Үшіншісі гидропоникадағыдай қоректі ерітінділерді қолдану қажет емес. Төртіншісі өндірілетін балықтар денсаулыққа пайдалы. Бесіншісі біз сол кеңістікте сапалы өсімдік пен балықтарды қолға аламыз. Және де алтыншысы оның зиянкестер мен ауруларға төзімділігі жоғары. Және де қауіп-қатеріне келетін болсақ, бактериялық инфекциялар. Жалпы аквапоника тәсілінде ханадәуір бактерияның түрі дамуы мүмкін. Оның адам денсаулығына зияны өте көп. Бұның бірден-бір пайда болу себебі суды дұрыс өңдемегеннен немесе өңдеу процесінде ластану пайда болғаны болады. Химиялық қауіп-қатеріне келетін болсақ, аквапоникада тыңайтқыштар мен химиялық қосылыстар пайдаланылса, оны дұрыс өңдемесе немесе дұрыс сақтамаса, ол адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Және де электр қауіпсіздігі. Жалпы аквапоника тікелей бір су мен электр тоқ көздерінен тұрады. Ал егер тоқ көздерін дұрыс орнатпаса, оның орнату барысында қандай да бір ақау кететін болса, онда ол сол техникалық бөлімде жұмыс істейтін адамдардан тоқ соғу қаупі орын алуы мүмкін. Негізгі есептеулерге келетін болсақ, 1 метр квадрат аумақта салат пен шөптерге арналған қоректік ерітіндіні алу үшін күніне 100 грамм жем қажет. Ал балықтың санын анықтау үшін оның салмағын және судың температурасын білу қажет. Сонымен форель салмағының 5% құрайтын тағамды қажет етеді. Бұл ретте судың температурасы 10 градус болуы қажет. Егер балық салмағы 1 килограммға дейін болатын болса, оларға күніне 50 грамм жем беру қажет.
1 метр квадрат аумақта салат өсіру үшін бассейнге күн салмағы 1 килограмм 2 форель жіберіледі. Шығындарға келетін болсақ, Қазақстанда 700 грамм балыққа арналған жемнің бағасы 650 теңге, ал гидропоникаға арналған техниканың бағасы 160 теңге. Аквариум, 10 литрлік аквариум 350 теңге, форель балығы 200 теңге болады. Ал одан бөлек электр қуаты мен су шығыны шамамен 50 теңгені құрайды. Ал кірістерге келетін болсақ, жалпы біздің қазақстандық бағамен 1 килограмм форель балығы 4.500 теңге аралығында болады. Ал 150 грамм салат жапырағы 435 теңге. Демек біз бір айда 10 килограмм, бір күнде 10 килограмм балық пен 1,5 килограмм салат сатсақ, біз сонда күніне 44.350 теңге ақша табамыз. Ал демек оны бір айға көбейтетін болсақ, біз бір айда 1.330.500 теңге табамыз. Ал оны бір жылға көбейтетін болсақ, біз 15.966 теңге табамыз. Біз өзіміздің сату процесімізді күннен күнге жоғарылата берсек, біздің айлық табысымыз да жылдық табысымыз да одан да жоғары болады. Яғни біз өзіміздің осы кәсіпті ашпас бұрын кеткен техникаға және басқа да заттарға кеткен шығынымызды жарты жыл көлемінде жауап алу мүмкіндігіміз болады. Статистикаға келетін болсақ, 2017 жылдан 2022 жылға дейін бүкіл әлем бойынша аквапониканың болжамды нарықтық құны миллион ақш долларын құрайды. Яғни біз 2017 жылы 523,7 миллион ақш долларын құраса, 2022 жылы 870,6 миллион ақш долларын құрайды. Яғни 2022 жылы 2017 жылға қарағанда 1,5 есе жоғарылаған. Жалпы аквапоника кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндіктер ашады және көкөністер, шөптер, балықпен бірге өсіріледі. Жалпы технологияны отандық өсірушілер мен экзотикалық әуесқойлар оңай пайдаланады. Назарларыңызға рахмет.